Жоғары сот кеңесі жанындағы сот төрелігі академиясы магистратураға оқуға құжат қабылдау басталғанын хабарлайды. Академия Қазақстанның сот жүйесі үшін кадрлар даярлайтын ерекше мәртебесі бар еліміздегі жалғыз мамандандырылған жоғары оқу орны. Мемлекеттік білім беру тапсырмасы аясындағы оқу мемлекеттік қызметшілерге ғана емес, белгіленген талаптарға сәйкес келетін барлық азаматтарға қолжетімді. Оқуға түсушілер келесі дайындық бағыттарының бірін таңдай алады. Оқу мерзімі 2 жыл болатын ғылыми-педагогикалық бағыт, оқу мерзімі 1 жыл болатын бейіндік бағыт. Бұл ретте ғылыми-педагогикалық бағыт өткен жылы алғашқы рет қосылды. Оқуға түсуші кандидаттарға келесі талаптар қойылады. Жоғары заңгерлік білімінің болуы, заңгерлік мамандық бойынша кемінде 5 жыл еңбек өтілуі болуы, ғылыми-педагогикалық бағыт үшін 28 жасқа, ал бейіндік бағыт үшін 29 жасқа толуы. Академиядағы білім беру үдерістерінің негізгі ерекшеліктерінің бірі практикалық бағыттылығы. Себебі дәрістердің беделді ғалымдармен қатар құқықтық қолдану саласындағы мол тәжірибесі бар жоғары білікті судьялар жүргізеді. Оқу барысында сот отырысын іскерлік ойын форматы бойынша сот процестерін және нақты сот жағдайларын модельдеуге ерекше назар аударылады. Оқудың өзге де артықшылықтарына мыналар жатады. Мемлекеттік білім беру тапсырмасы бойынша білім алушылар үшін мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілінің сақталуы. Мемлекеттік қызметшілерге лауазымдық жалақы мөлшерінде шәкіртақы төленуі. Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын тұлғаларға ұлттық заңнамаға сәйкес шәкіртақы төленеді. Біліктілік емтиханын тікелей академия қабырғасында тапсыру мүмкіндігі. Түлектерді соттағы тағылымдамадан өтуден босату. Өзге өңірден келген білім алушыларға жатақхана беру. Магистратураға құжат қабылдау 29 шілдеге дейін жүзеге асырылады. Бос орындар болған жағдайда құжат қабылдау қосымша түрде 25 қазан мен 20 қараша аралығында жарияланады. Құжаттар тізбесі оқуға түсушілерге қойылатын талаптар және қабылдау емтихандары туралы толық ақпаратты академияның ресми сайтында немесе төменде көрсетілген телефон арқылы алуға болады.